Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Физикада қиындық тудыратын бөлімдердің бірі бұл динамика. Кинематикада қалай дене қозғалады деген сұраққа берсе, динамикада неге дене қозғалады деген сұраққа жауап беріледі. Және кинематика қозғалысты сипаттайды, ал динамика қозғалысты түсіндіреді. Ендеше бүгінгі сабақтың тақырыбымыз күштер, күштерді қосу, Ньютон заңдары. Сабақты беретін Қабылбекова Алмагүл Серикбаевна, физика пән мұғалімі, Павлодар ауданы, Шақат орта білім беру мектебі. Осы тақырыпты игергенде күштерді графикалық түрде бейнелей аласыңдар, тең әсерлі күшті анықтай аласыңдар, бірнеше күш әсер еткен денелердің қозғалысы кезінде есептер шығарудың мүмкіндік болатын алгоритмін құрала аласыңдар. Күш ағылшын тілінде force деп аударылады. Сол себептен бірінші әрібінен күш F әріппен белгіленеді және де Ньютонмен өлшенеді. Негізгі күштерге тоқтасақ, оларды сипаттау үшін ең бастысы оның анықтамасын білу керек, формуласын және бағытын. Осы жерде үш негізгі күш көрсетілген: ауырлық күші, икелес күші және серпімділік күші. Ауырлық күші ол барлық денелерге әсер ететін күш. Формуласы F тең mg, мұндағы m масса, g еркін түсу үдеуі. Және де ауырлық күші үнемі төмен бағытталады. Келесі күш ол икелес күші. Формуласы μn, μ дегеніміз икелес коэффициенті, n тірек күші немесе қысым күші деп айтуға болады. Икелес күші екі жанасқан бет арасында пайда болады және қозғалысқа қарсы бағытталады. Мысалы, мына жерде жылдамдықтың бағыты оңға болса, икелес күші оған кері солға қарай бағытталады. Және серпімділік күш. Серпімділік күштің формуласы F тең K дельта X. K дегеніміз ол қатандық, дельта X ұзару. Серпімділік күші деформацияланған денелерде пайда болады және де оның бағыты деформацияға қарсы. Мысалы, осы серіппе созылса, онда серпімділік күш жоғары қалай бағытталады. Тақырыпқа көшу үшін тағы да бір қайталайтын мәселе ол күштерді қосу. Егер екі күштің бағыты бірдей болса, онда күштерді қосамыз. Тең әсерлі күш F1 мен F2-ның қосындысына тең болады. Қарама-қарсы бағытта күштер азайтылады. Перпендикуляр бағытта 90 градусқа тең. 90 градус болса, Пифагор теоремасын қолданамыз, ал енді басқа бұрыш болса, онда косинустар теоремасын қолданамыз. Осы мәліметтердің барлығы сіздерге таныс, қайталау ретінде қарастырып жатырмыз. Әрине, осы динамикадағы аксиома болып қалған Ньютонның үш заңы. Ньютонның бірінші заңына қарастырсақ, ол инерция заңы деп айтуға болады. Қозғалыстағы дене өзінің бірқалыпты түзу сызықты қозғалысын немесе бастапқы тыныштық күйін басқа денелер әсер ететін сақтайды, әсер еткенше сақтайды. Білеміз, және де Ньютонның екінші заңы бойынша үдеу күшке тура пропорционал және оның массасына кері пропорционалдығын білеміз. Ньютонның үшінші заңы бойынша әрбір күшке кері әсеруші күш бар және ол модулі бойынша тең, ал бағыты бойынша қарама-қарсы. Сонымен балалар, біз теорияны қайталадық. Енді есептерді шығарар бұрын динамикадағы негізгі теңдеуін қолданып, есептерді шешу алгоритмін қайталап жіберейік. Біріншісі, денелерді бейнелейміз. Берілген бізге дене,
қай жаққа ол қозғалып жатыр, және оның үдеудің бағыты мен жылдамдықтың бағыты бір-біріне сәйкес болса, онда ол үдемелі қозғалыс. Егер де қозғалыс кеммелі болса, онда үдеудің бағыты қарама-қарсы жылдамдыққа болады. Одан басқа осы денеге әсер ететін барлық күштерді көрсетейік. Әрине, ауырлық күші үнемі төмен бағытталған, тарту күші ол жылдамдықпен бағыттас болады. Тірек реакция күші тірекке перпендикуляр, және үйкелес күші қозғалысқа қарсы бағытталған. Екіншісі Ньютонның екінші заңын векторлық түрінде жазу дейді. Ньютонның екінші заңы барлығымыз білеміз, F тең ma. Мұндағы векторлық шамалар үдеу мен күш. Осы күш ол барлық векторлардың қосындысы немесе тең әсерлі күш деп аталады. Барлық векторлардың қосындысы ол үйкелес күші, тірек күші, тарту күші және ауырлық күші. Ньютон заңы бойынша осы қосындысы ma-ға тең. Проекцияға салу үшін Ньютон екінші заңын таңдалған оське проекцияларын жазу дейді, және ол үшін есепті шешу үшін ыңғайлы координаталық осьтерді таңдау керек дейді. Ыңғайлы координаталық осьтерді таңдаймыз. X осі және Y осі. Енді проекцияларға түсірейік. Проекцияларын оське түсірейік. OX осіне түсірсек, және проекцияларды түсіру үшін ережелерді пайдаланайық. F үйкелес X-ке қарама қарсы болғандықтан, оның проекциясы минус F үйкелес болады. N X-ке перпендикуляр, ендеше ол 0. F X пен бағыттас, ендеше ол плюс 10 болады. Ауырлық күші X-ке перпендикуляр, ендеше ол 0. Және үдеу X пен бағыттас, ендеше ma плюс таңбамен болады. Y-ке түсірсек, дәл солай. Үйкелес күші Y-ке перпендикуляр 0. N Y пен бағыттас, ендеше 10. F Y-ке перпендикуляр 0. Және ауырлық күші Y-ке қарама қарсы, ендеше минус. Минус F ауырлық тең. Енді үдеу Y-ке перпендикуляр болса 0. Біз деңгейлер жүйесін қарастырып жатырмыз. Енді білетін формулаларымыз, мысалы, үйкелес күшінің формуласын білеміз, мю n-ға тең. Ауырлық күшінің формуласын білеміз, mg. Және де біз екінші теңдеуден n-ді шығарып алсақ, ол mg-ға тең болады. Үйкелес күшінің формуласын пайдалансақ, мю n қосу f тең ma. Және де мына n-ді алмастырамыз. Минус мю mg плюс f тең ma. Күштерді тәуелді болатын шамамен алмастырдық. Алынған теңдеулерді шештік. Және енді осы жердегі қажетті болса есепте, кинематикадағы формулаларды пайдалануға болады. Мысалы, A, үдеу, жол, жылдамдықтың формулаларын пайдалануға болады. Сонымен барлық алған білімдерімізді есептерді шығаруда қолданайық. Массалы 1 килограмм, 2 килограмм, 3 килограмм үш дене жіппен жалғанған. Егер бірінші денеге 48 ньютон күш әсер етсе, онда жүйенің қозғалыс үдеуін анықтау керек. Мұнда берілген
келесі коэффициенті мю 0,5-ке тең. Сонымен динамикадағы есептерді шығарған кезде алгоритмін қолданайық. Бірінші берілген жазып аламыз, суретін салып аламыз. Үш дене, оған әсер еткен күш, берілген күш 48 ньютон. Ары қарай алгоритм бойынша біз жылдамдық пен үдеудің бағытын анықтап аламыз. Әрине, жылдамдықтың бағыты тарту күшімен бағыттас болады. Және де есепте үдемелі қозғалыс болғандықтан үдеудің бағыты жылдамдықтың бағытымен сәйкес. Әрбір денеге әсер ететін күштердің бағыттарын көрсетейік. 1 килограммдық денеге 3 күш әсер етеді. Ол 48 ньютон F тарту күші, жіптің керілу күші және икелес күші. Икелес күші жылдамдыққа кері бағытталған. Және де керілу күші, жіптің керілу күші жылдамдыққа кері бағытталған. Екінші денеге 3 күш әсер етеді. Екі жақтан тартып жатқан жіптер, мына жіптің керілу күші F керілу, бір мен екінші дененің жіптің керілу күші FK1 деп белгіледік. Және де икелес күші қозғалысқа қарсы бағытталып тұр. Үшінші денеге бірақ жіп әсер етеді. Сол себептен оның керілу күші FK1 және икелес күші F икелес 3. Ары қарай алгоритм бойынша жұмыс жасасақ, жасамыз Ньютонның екінші заңын векторлық түрінде F тең ma. Мұндағы F ол тең әсерлі күш және ол денеге әсер ететін барлық күштердің қосындысына тең. Есеп бойынша 3 дене берілген, ендеше бізде 3 теңдеу болу керек. Бірінші теңдеу бірінші денеге, бірінші дененікі, екінші теңдеу екінші дененікі, үшінші теңдеу үшінші дененікі. Және де осы жерде бірден әрбір вектордың проекциясы ось Y-ке түсірілген. Проекциялар ережеге сәйкес, егерде күштің бағыты Y-ке сәйкес болса, ол плюс, егерде оның бағыты Y-пен қарама-қарсы болса, минус. Мұндағы қарама-қарсы ол керілу күші және икелес күші. Сол себептен олар минус. Бағыттас ол күш және үдеу. Үдеумен бағытты және 48 ньютон Y-пен бағыттас, олар плюс. Дәл солай екінші дененікі керілу күші Y-пен бағыттас плюс, F керілу 1 Y-ке қарама-қарсы минус, F икелес 2 Y-ке қарама-қарсы минус және үдеу плюс. Үшінші дененікі F керілу 1 плюс Y-пен бағыттас, F икелес 3 минус, себебі Y-пен қарама-қарсы бағытталған. Және үшінші дененің үдеуі де дәл солай плюспен берілген. Енді ары қарай F икелестің формуласын ескерсек, икелестің орнына өзінің формулаларын жазып қоямыз да, математиканың ережелері бойынша теңдеулер жүйесін шығарамыз. Осы жерде ыңғайлы 2 мен 3-ші теңдеуді қосу. Екінші мен 3-ші теңдеуді қосқан кезде шығады F керілу минус мю m2g минус мю m3g тең m2 плюс m3a. Осы жерде a жақшаның сыртына шығарып жердік. Осы
теңдеуден f кірілу күшін таба аламыз. F кірілу күшін тапқаннан кейін, оны бірінші теңдеуге қоюға болады. Сонда мынаны біз бірінші теңдеуге қоямыз осы жерге. Шығады келесі теңдеу. Математикалық түрлендіруді өткізсек, А бізге белгісіз, А-ны шығарып аламыз бір жағына, теңдеудің бір жағына, екінші жағына белгілі заттарды, белгілі физикалық шамаларды шығарып аламыз да, А-ның формуласын түрлендіріп аламыз. Есептегенде А тең 3 метр секунд квадрат болып шығады. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Бүгін біз күштерді қосу, Ньютон заңдарын қарастырдық. Барлық теорияны қайталап, 7-ші сыныптан бастап қайталап жібердік те, алгоритміне сүйене отырып, есептерді шығаруды үйрендік деп ойлаймын.